бір қазақ жалғастырмақ болған екен дара жолына келіп бұл ғажап іс боп көрінгенмен қиындық тигізді қатерін ойлады ателін ауылдан келген адам адал еңбек етер деген ақылдан құрдымнан шықпақ болып бер санау іздеді туысқандардан көңілі балдырған елдестен тандырған белгісіз бұл біздің қазақша болмасын мазақша өмірді тамаша басынан бастап біз күлімсірейік өмір сүрейік қазақта болсын құлаша. Енді біраз рэп керек сияқты. Біреу оқысаңдаршы. Зачитай, Нұрлан. Ехала. Құрметті көрермен, кәрі жас аралас ағап келді қарындас киноға бас. Сізбен бірге саяхаттар шекарадан ас. Класстас, пластмас, басқа қандай парихас. Аз емеспіз көппіз, аш емеспіз қампыз, жоқ емеспіз көппіз, біраз елдер көппіз. Америка, Африка, Корея, біз әлі тоқтаған жоқпыз. Бұл біздің қазақша, болмасын қазақша. Шымкенттің жігіттері ғой мына? Шымкент каналдасың ба? Үндемейді ғой. Так, жолдастар, документімізді алдық и шығуға дайындалып тұрық. Мына Шымкенттің жігіттерімен бірге кетеміз. Біздің Қазақстанның жігіттері екен, Данияр деген жігіт. Қасында тағы бір жігіт бар. Сол екеуміз неде болса енді өзіміздің жалғыз қазағым ғой. Әр қазағым жалғызым дейді, қайда жүрсең де әйтеуір жолды көрсетіп бірге серік болып кетейік. Мынау қызыл тұрған Volvo 820 дейді. Так, мына жерге тұра қалайық. Так, жолдастар, біз әрі қарай кеттік. Шымкенттің жігіттері өйткені басқа жолмен кетеді екен. Басқа жолмен кететін болғасын, олар өздерінің жолымен кетеді, біз өзіміздің жолымызбен кетіп бара жатырмыз пока. Жүгімізді тиеп алдық, 10 тонна памперс алдық. Сол 10 тонна памперсімізбен тойғаныңмен сол қайтып бара жатырмын. Уақыт өйткені уақыт тығыз, қазір ұйқың келеді. Ұйқың келгесін ешқайыққа барғың келмейді, тем более ауа райы шамалы нашарлап келе жатыр, сондықтан да шығу керек ертерек. Кеттік па? Иә. Кетсек кеттік дейсің ғой. Қазір барып алған аяқ киім тапсыру керек. 1,5 мың рубль тастап кеткенбіз, соны тапсыру керек. Тапсырып, ақшамызды алып, әрі қарай кетеміз. Бірақ бұл жігіттер басқа жаққа қарай кетеді, прямой Шымкентке қарай. Мен Шымкентке қарай бармаймын, сондықтан да заправкаға дейін бірге барып, әрі қарай уже бұл жігіттер өз жолымен кетеді, мен өз жолыммен кетемін. Заправка қоланасымыз енді? Қазір көреміз. Сен мені орныма тұра қал, мен мына жерге тұрамын. Иә. Все, қазаки, дайынсың ба? Иә, давай, айдайды. Все, кеттік. Кеттік әрі қарай. Қазакеммен бірге жаймен енді ұрып кетіп бара жатырмыз. Вообще мен өзімнің жерлестерімді көрген кезде енді Шымкент пен Қызылорданың арасы енді ондай қашық емес қой. Мен өзім Қызылордада туып өскесін. Неважно даже, Шымкент болсын, там Павлодар болсын, Алматы болсын, Астана болсын, Атырау, Ақтау болсын.
жігіттерді кездестіремін ғой, сол кездестіргенде енді сол білмеймін, енді өзім туған ағамды кездестірген адам сияқтымын. Так, осы тойғанмен кет дейді ғой, енді сол осы тойғанымызбен кетіп бара жатырмыз. Қазеке, қасындағы жігіттің аты Данияр, сенің атың кім? Мен атым Ықтияр. Таныс қойып та, сен атың кім еді? Ықтияр дейсің ба? Иә, Ықтияр. Дұрыс. Менің атым Али. Өте қуаныштымын, Али. Енді солай қалай жүретін болдың енді? Қазір Климус деген қала бар, соған қарай жүру керек. Сол жерде сен оңға кетесің, мен прямо кетемін. Сол виданға шығарып жүре ма мен? Иә, қуалап отыр, бірақ шығасың. Через 300 метров поверните налево. Шымкенттің өзіне барасың ба? Иә, прям Шымкентте қалаға барамын. Шымкентке сәлем айт. Болды, айтамын, Құдай қаласа. Шымкентте Мара деген біздің подписчик бар. Неше түрлі жынды біздің подписчиктер бар. Тамаша жігіттер. Жаққа барсаң кел, қонақ боласың. Қой соясың ба? Сиыр соясың ба? Құдай қаласа соямыз. Қойны да соямыз, сиырын да соямыз. Түйе сойып берем десей? Иә, екеуін де. Ай-я-майя. Через 300 метров поверните направо. Базар жоқ, брат, рахмет. Осы ғой біздің қазақтың жігіттері. Қайда көрсің де, қалай, Жақсы жолдарға жақсы қарамайтын екен, деп әңгіме айтып. Я осындай региональный жол болғасын сондай ғой, а так на М4, М2 нормально. Поверните направо. Сен жолды білесің ба, қалай бару керек екенін? Қайдаға? Жаңа стоянкаге. Иә, осы жол ғой, бірақ жол ғой. Развернитесь. Братуха, саған мына біздің российский гаишниктер тиіспей ма? Түсінбедім, не дейсің? Гаишниктер тиіспей ма? Тиіседі, жабысып алады ғой. Қазақстанға біз барған сияқты ма? Жоқ, Қазақстанда онша российский мәселеге тиісе бермейді. Мен қанша жүрмін ғой, көріп жүрмін ғой, байқап. Солай, вообще, мына вообще көрді ма, жабысып алады ғой, кілей сияқты. Мынау ғой, сен мына жерден алдың ба, оңға қарай? Иә, осы жерден оң жақтан алдым мен. Қазір осыған кіріп, беріп шығайын. Давай, мен заправкада тұрам. Қазір мен тастап шығам. Через 100 метров развернитесь. Давай. Казаки не вел? Че там, где ты? Ё-моё, ұзатылып кетті мына жігіттер. Шығу керек еді жолға, ё-моё, қайда кетті мыналар?
жердің бір жері бар да. Сен қаяқтасың? Мен шығып келе жатырмын, жүре берсем. Мына жақтан шықтың ба? Ана жақтан кіріп, мына жақтан шықтың ба? Бағана кірген жерімде қайтып шығып келе жатырмын. Көрдің ба, мен шығып келе жатырмын. Да, поехали. Навигатор бар ма сенде? Иә, бар. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Через 200 метров поверх прямо. 4 километра. Так, Қазекен келе жатыр. Так, құрметті жолдастар, бүгін біз Procter & Gamble деген компанияда болдық. Ол компанияда мына Шымкенттің жігіттерімен бірге жүк тиедік. Алып бара жатқанымыз 10 тонна жүк. 10 тоннадан енді шамалы ғана асады. Оның ішінде бірнеше поддон там стиральный порошокпен, қалған бәрі детский подгузниктер Қытай балдардың. Соны алып Владимирге қарай ұрып бара жатырмыз. Қазір алдымызда развязка болады. Развязка демен оңға кетем, жігіттер солға кетеді, Шымкентке қарай. Өткен бұлар Резенға қарай кетіп бара жатыр, а мен Москваға қарай кетем. Блин, вообще Қазақстанға барып қайту керек еді, бірақ бір-екі шаруа бар. Сол шаруаны бітіріп болып Қазақстанға қарай аттанармыз. Біріншіден ол өзіміздің мына фурамыздың тюнингі, ішін сыртын жақсылап тұрып тюнинг жасау керек. Екіншіден бір-екі өзінің жеке мәселелерің бар, соны шешіп тастау керек. Сосын барып уже Құдай қаласа Қазақстанға қарай кетеміз. Бірінші рейсіміз сол Қазақстанға қарай болады. Қазеке, каналдасың ба? Да. Короче, мына жерде сен оңға кетесің, под мостом и уходишь налево. Мосттың астынан өтіп солға кетесің, ешқайда бұрылмайсың, тіке жүре бересің. Алдында Т-образка болады, Т-образкеде солға кетесің де, и әрі қарай уже Климовск деген қалаға кетесің. Вот, навигаторыңды жөндеп алсаң, ол өзі көрсетеді. Мен прямо кетем де Москваға кетем. Давай, братан, ақ жол. Давай, братуха, саған да ақ жол. Жортқанда жолың болсын. Давай, удачи тебе. Рахмет, тебе тоже удачи. Мына жерде стрелка бойынша оңға кетесің. Все принято, братуха. Удачи тебе. Давай, Шымкентке сәлем айт. Удачи, братан. Давай. Жігіттер былай кетті. Бұрылып жатыр ма? Иә, бұрылып жатыр. Біз Москваға қарай кеттік. Так, М4 Донға қайтып келдік. Қазір Москваға қарай оңға кетеміз. Вообще, егер дальнобой туралы айтатын болсақ, российский дальнобой туралы айтатын болсақ, тихо. Аккуратно, ё-моё. Вообще, егер осы российский дальнобой туралы әңгіме айтатын болсақ, Ресейде әрине дальнобой шамалы көбірек алады, ақшаны Қазақстанға қарағанда, деп ойлаймын енді өзім. Қазақстанның жігіттері көбіне сұрайды да, қиын ба жұмыс Россияда дальнобойщик болып істеу. На самом деле қиын емес. То же самое Қазақстандағыдай, бірақ шамалы жеңілдеу. Бізде ондай жоқ. Допустим, мен қазір 85 мен ұрып келе жатырмын, қазір спуск болса 90-100 мен ұрып кете берем. Россияда бір сенің артыңа андып келіп, атып
штрафовать ететін ондай не жоқ. Егер заңды явно бұзбасаң, саған ешкім ешқандай әңгіме айтпайды. Сол навигатор бар, қаланың бәрі уже белгілі. Өз басым Россияның бүкіл региондарында болғанмын. Калининградтан Владивостокқа дейін барып қайтқанмын. Сондықтан да жолдың бәрін білесің ғой енді. Жолдың бәрін білгесін, енді спокойно ұрып отырасың. Ешқандай проблема жоқ, Құдайға шүкір. Өзің артыңды қысып жүрсең, саған ешқандай проблема болмайды. Өзіңнің басыңды алып жүре ала білсең, саған ешкім ешқандай әңгіме айтпайды. Кейбір қалалар бар, мына Челябинск облысында Магнитогорск деген, жолда енді ұйықтауға болмайды, өйткені неше түрлі шегіп алғандар келеді. Келіп там анау мына жерде тұруға болмайды, ақша төлеу керек деп. Біз оларды спокойно айға қарай жібере береміз ғой. Баратын жерін, жолын сілтеп жібереміз ғой енді, мәдениетті түрде айтқанда. И сөйтіп әрі қарай кете бересің. Бірақ мен өз басым мынау жолдың бойында ұйықтап, белгісіз бір жерлерде тоқтап, ондай әдетім жоқ. 100 рубль болсын, 150 рубль болсын, шешең сенің әкеңнің ауыз. Только платный стоянкалерде тоқтаймын, чтобы ешқандай проблема болмау үшін. Сөйтіп ұрып жүре береміз. Қазір Москваға қарай кеттік. Москваға қарай жақындаған кезде 108 деген трасса бар. Сол трассаға түсіп алып, оңға кетіп, Владимирге қарай жүреміз. Так, 110 шақырымнан кейін оңға кетеміз ғой. Вот солай, Сохор Николай. Кеттік әрі қарай. Ақша алатын жерге келдік. Пункт взимания платы. Так, тормозим. Тормозим аккуратно. Кіріп тоқтап, мочевина құйып алдық. Ол мочевинасыз мына машина жүрмейді. Мочевина или отблю дегеніміз специальный реагент қой, су сияқты. Оны специальный багы бар, солярканың багының қасында. Соған құясың. И соляркаге емес, мына шыққан түтінге өзі себетте, ана түтінің шыққан енді ауа райын, короче говоря, қоршаған ортаны ластандырмайды, бір сөзбен айтқанда. Кеттік ары қарай. Жолдастар, Владимирге де жеттік. Владимир деген қала сол жағымызда қалады. Біз Нижний Новгородқа қарай ұрып бара жатырмыз, Челябинскіге қарай. Алдымызда стоянка болса, стоянка кіріп тоқтау керек. Түнгі сағат 3 болды. Стоянканың бәрі жабық. Бәрі жабық. Сондықтан да стоянка іздеп кетіп бара жатырмыз. Құдай қаласа енді бір жарты сағат, бір сағаттан кейін енді дальнобойщиктер шыға бастайды. Стоянкалар босайды.
сөйтіп бір орын тауып әйтеуір мызғып аламыз ау деп ойлаймын енді. Сол, бірақ тоқтап демалу керек міндетті түрде. Өйткені былай жүруге болмайды. Өзіңнің қауіпсіздігін, басқа жолаушылардың қауіпсіздігі. Сондықтан да сақтансаң Құдай сақтайды дейді. Байқап жүру керек. Көк тайғақ, қар жауып тұр. Тазартып отқан машина да жоқ бұны. Сондықтан да байқап жүру керек. Жерек малы дұрыс айтамын. Рахмет.